Сәлеметсіздер ме? Бүгін 8-ші семинар сұрақтарына жауап беретін боламын. 18-ші ғасырдың алғашқы ширегінде қазақ хандығының саяси жағдайы. 18-ші ғасырдың басында қазақ хандығы өте ауыр саяси жағдайда болды. 17-ші ғасырдың соңына қарай ел бірлігі әлсіреп, әр жүз алдына жеке билік жүргізе бастады. Хандық билік әлсіреп, руаралық қақтығыстар көбейді. Осындай әлсіздікті пайдаланып көрші елдер жоңғар хандығы, бұхар хандығы, Қытай, Ресей және Хиуа хандықтары қазақ жеріне өз ықпалын жүргізуге тырысты. Ең қауіпті жау жоңғар хандығы еді. 18-ші ғасырдың екінші жартысында жоңғарлар бірінші рет қазақ жеріне басып кіріп, елге үлкен қауіп төндірді. 1723 жылы қазақ халқы тарихта Ақтабан шұбырынды, Алқакөл суама деп аталған ауыр қасіретті бастан кешті. Мыңдаған адам қырылып, халық өз жерін тастап кетуге мәжбүр болды. Осындай қиын жағдайда ел тағдырына алаңдаған кіші жүздің ханы Әбілхайыр хан Ресей империясымен байланыс орнатуға ұмтылды. Ол жоңғарлар мен басқа да жаулардан қорғану үшін Ресейдің қолдауына сүйенгісі келді. 1731 жылы Әбілхайыр хан Ресей патшайымы Анна Иоановнаға елшілерін жіберіп, одақтық шартқа қол қояды. Бұл шартқа сәйкес кіші жүз Ресейдің протектораттығына өтті. Яғни Ресейдің қамқорлығын қабылдады. Бірақ бұл одақ шын мәнінде қазақ жерінің біртіндеп Ресей империясына тәуелді болуына алып келді. Әскери отарлық және бекіністердің салынуы. Ресей империясы Қазақстан жеріне біртіндеп өз бақылауына алу үшін әскери бекіністер сала бастады. Бұл бекіністер бастапқыда қазақтардың жоңғарлардан сақтап қорғау үшін салынғандай көрінгенімен, кейін отарлық саясаттың негізіне айналды. 18-ші ғасырдың ортасынан бастап Ертіс бойында Есіл, Тобыл өзендерінің жағасында және Каспий теңізі маңында көптеген әскери шептер мен бекіністер тұрғызылды. Мысалы, Омбы, Семей, Өскемен, Петропавл, Орал, Орынбор сияқты қалалар сол кезде әскери бекініс ретінде салынған. Бұл бекіністер арқылы Ресей қазақ жеріне өз әскерін кіргізіп, сауданы бақылап, жергілікті билікті өз қолына алуға тырысты. Қазақтардың дәстүрлі көшу жолдары мен жайылымдық жерлері шектеліп, халықтың еркін қоныс аудару мүмкіндігі азайды. Отарлық реформалары және келесі сұрақ ол отарлық реформалар және орыс шаруаларының қоныс аудару саясаты. 19-ші ғасырдың екінші жартысынан бастап Ресей империясы Қазақстанды толық отарлауға бағытталған бірқатар реформалар жүргізді. Бұл реформалардың мақсаты қазақ жерін басқару жеңілдету және Ресейдің әлеуметтік экономикалық мүдделерін қамтамасыз ету болды. 1867-68 жылдары әкімшілік реформалар бойынша Қазақстан болыстарға, уездерге және облыстарға бөлінді. Қазақ жеріндегі хандық билік біржола
жойылды, ал билік Ресей шенеуніктердің қолына өтті. Сол кезінде Ресейдің ішкі аймақтарында халық саны көбейіп, жер тапшылығы күшейді. Сондықтан патша үкіметі қазақ жеріне орыс шаруаларын қоныстандыру саясатын бастады. Бұл қоныс аударушыларға ең шұрайлы жерлерді беріп, ал қазақтарға өздерінің жерінен өз ата қоныстарына ығыстырып тастады. Осылайша қазақ халқының дәстүрлі шаруашылығы бұзылып, әлеуметтік теңсіздік күшейді. Қазақтар өз жерінде жалшы мен кедейге айнала бастады. Мәдени ағартушылық отарлық және қазақтарды шоқындыру мен орыстандыру саясаты. Ресей империясының отарлық саясаты тек саяси немесе экономикалық сипатта болған жоқ, ол мәдени және рухани салаға да әсер етті. Патша үкіметі қазақ халқын орыстандыру және шоқындыру саясатын жүргізді. Қазақ балаларына арналған орыс қазақ мектептері ашылды. Бір жағынан бұл мектептер білім берудің жаңа үлгісін алып келді, ал екінші жағынан олардың басты мақсаты патшаға адал ұрпақ тәрбиелеу болды. Миссионерлік ұйымдар қазақ халқын христиан дініне кіргізуге тырысты. Орыс тілін енгізу арқылы жергілікті халықтың ана тілін, дәстүрін ұмыту қаупі күшейді. Сонымен қатар, патша үкіметі орыс мәдениетін өркениеттілік деп көрсетіп, қазақ мәдениетін төмен санауға тырысты. Дегенмен дәл осы кезеңде қазақтың ұлт зиялылары Шоқан Уәлиханов, Ыбырай Алтынсарин, Абай Құнанбайұлы сияқты ағартушылар ұлттық сана мен мәдениетті сақтап қалу жолына күресті. Қорытындылай келе, 18 ғасырдың алғашқы ширегінен бастап Ресей империясының қазақ жеріне ықпалы біртіндеп күшейді. Әбілқайыр ханның одақтық шарт жасауы бастапқыда елді қорғау ниетіне туғанмен, кейін бұл шешім қазақ халқының отарлық тәуелділігіне түсуіне жол ашты. Отарлық саясат әскери, әкімшілік, экономикалық және мәдени жолдар арқылы жүзеге асты. Қазақ халқының жері тарылып, саяси өркениет шектеліп, рухани өмірі отарлық қысымға түсті. Бірақ соған қарамастан қазақ халқы өзінің тілін, мәдениетін, дәстүр сақтап қалып, кейінгі ұлт азаматтық қозғалыстардың негізін қалады.